Қоңырат районында Өзбекстан Республикасы президенті сыйлығы үшін шет тілдерін оқыту бойынша ең жақсы мектеп таңлауының районлық басқышы болып өтті. Бұл таңлау шеңберінде райондағы ұлыма білім беру мектептерінің оқушылары шет тілдері бойынша өздерінің білім компетенцияларын сынақтан өткерді. Мен әзірленген пакетті ашамыз. Пакетті ашылғаннан кейін жаңағы сайланған екі оқушы келіп пакетті ашады. Сіздерге тест материалдары тарқатып беріледі. Тест сынақларында райондағы мектеплерден жамы 245 оқушы қатынасып, белгіленген тәртіптегі арында өз білім дәрежесін көрсетті. Бұл танлау мәктәпләр ортасында өткізіліп, uning asosiy maqsadi ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilimini va iqtidorini namoyon qilishdir. Bunday tanlovlar o'quvchilarni yanada ko'proq bilim olishga, faol bo'lishga va o'z ustida ishlashga undaydi. Shuningdek, maktablar o'rtasida sog'lom raqobatni rivojlantiradi. Xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi ta'lim tizimining rivojlanishiga va iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashga o'z hissasini qo'shadi. Бұл таңлау шет тілдерін үйренуге болған қызығушылықты және де арттыру, оқушылардың білім дәрежесін бақылау һәм білімдендіру мекемелерінде сапалы оқыту системасын бекемдеуге қызмет етеді. Сонымен бірге бұндай сынақлар мектептер арасында саламат бәсеке орталығын қалыптастыруде де үлкен әһмиетке ие болып есептеледі. Юсуф Қыдырбаев, ЭТВ телеканалы үшін Қоңырат районынан даярланды.